Жамбыл ауданы әкімдігі жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен Арай газетінің 20 жылдығына орай шағын футболдан бақ өкілдері арасында турнир өтті. Арай газетінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған жарыс тартысты өтті. Өңірдегі медиа және бақ өкілдерінен құралған 6 команда өзара кім мықтаны анықтады. 2005 жылы Жамбыл облысында жастар газеті, Арай жастар газеті ашылған болатын. Бұндай жастар газеті біздің өңірімізде өзі санаулық, соның бірі әрі бірегейі. Арай газетіне биыл 20 жыл толғалы отыр. Газет 2020 жылы Әулиеата медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрамына кірді. Ашылғалы бері жастар газеті жастардың жаңалықтарын облыс жұртшылығына жеткізумен айналысып келеді. Мінекей биыл 20 жылдық тарихы бар газеттің мерейтойын атап өткелі отырмыз. Сол мерейтой қарсаңында Жамбыл аудандық жастар ресурстық орталығы қолдау білдіріп, өзіміздің әріптестеріміз арасында кіші футболдан турнир өткізіп жатыр. Биылғы турнирде біздің әріптестеріміз жақсы жетістікке жетеді деген ойдамыз. Аса тартысқа болған кездесулерде Тараз пресс командасы жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. Ал екінші орынға облыстық халық шығармашылық орталығы тұрақтады. Медиа саласы тек қана бұл жерде жергілікті тілшілер және осы журналистика саласы тертеуге жүрген операторлар бар, және медиа өкілдеріне келгенде осы мәдениетке және өнер өлкесінде жүрген талантты дарындарды осы футболға шақырған жайымыз бар. Үздік үшшікті Жамбыл ТВ командасы түйіндеді. Үздік ойыншылар және командалар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Шерхан Дәкен, Айқын ақпарат, Жамбыл ауданы.